Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге классикалық чизкейк дайындаймыз. Ол үшін бізге 350 грамм печенье, 600 грамм творог, 200 грамм қаймақ, 3 жұмыртқа және 1 стакан шекер, 100 грамм сары май қажет. Алдымен печеньемізді блендерден өткізіп аламыз. Блендерден өткізгенде осындай тегіс әдемі болады. Оған еріп тұрған 100 грамм сары майымызды салып, араластырып аламыз. Осылай араластырып аламыз. Содан кейін пергамент қағазын салып, табамызды қойып, печеньелерімізді біркелкі етіп орналастырамыз қапталына және төменгі астың жағына. Ал енді творожный массамызды дайындаймыз, яғни шекерімізге жұмыртқаны, қаймағымызды, творогымызды салып, барлығын араластырамыз. Миксермен араластырсаңыз да өте керемет болып шығады. Менде миксер болмағасын, бұлай венчикпен араластырдым. Творожный массамыз дайын болуға жақындағанда 10 граммдай ванильный сахар саламыз. Иісі әдемі болу үшін дәміне күшті хош иіс беріп тұрады. Дайын болған массамызды печеньеміздің үстіне әдемілеп бір тегіс қылып салып шығамыз. Сосын 180 градуста 1 сағат 10 минутта пісіріп аламыз. Дайын болған пирогымызды 2 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Содан кейін бетін әдемілейміз. Ас болсын барлықтарыңызға.